Көлік жай ғана темір емес, оның қалай жұмыс істейтінін білесіз бе? Автомобиль бұл күрделі механизмдер жиынтығы, бірақ оның қалай жұмыс істейтінін түсіну соншалықты қиын емес. Егер сіз көлігіңіздің негізгі құрылымын білсеңіз, оған дұрыс күтім жасап, техникалық ақауларды ертерек анықтай аласыз. Кеттік. Көліктің негізгі жүйелері. Қозғалтқыш двигатель көліктің жүрегі, жанармайды жағып, оны қозғалыс энергиясына айналдырады. Бензинді, дизельді, гибридті және электрлі түрлері бар. Трансмиссия беріліс қорабы қозғалтқыштың қуатын дөңгелектерге жеткізеді. Ол механикалық, автоматты, вариаторлы немесе роботтандырылған болуы мүмкін. Жүріс бөлігі, ходовая часть аспалар, подвеска, дөңгелектер және тұрақтылықты қамтамасыз ететін жүйелер кіреді. Тежегіш жүйесі, тормозная система, дискілі немесе барабанды тежегіштер және басқа қауіпсіздік жүйелері кіреді. Электр жүйесі, аккумулятор, генератор, жарықтандыру, борттық компьютер және мультимедиа жүйелері. Рөлдік басқару, рульдік жүйе көліктің қажетті бағытта қозғалуын қамтамасыз етеді. Қазіргі көліктерде гидро және электроусилитель бар. Шығарынды жүйесі, выхлопная система, қозғалтқыштың газдарын сүзгілеп, шуды азайтады. Кузов, көлік қаңқасы жолаушылар мен көліктің ішкі құрылымын қорғайды. Мұны білу не үшін керек? Қай бөлшектер тез тозатынын түсінесіз. Сервиске барған кезде механикпен оңай тіл табысасыз. Көлігіңізге дұрыс күтім жасап, ақауларды ерте анықтай аласыз.